ұннан, тұздан және судан бояу қосып пластилин жасап көрейін деп жатырмыз. Ал ұнды салайық. Бізге 1 стақан ұн керек. Және жарты стакан тұз. Кәдімгі ас тұзы. Осыны араластырамыз. Араластырып отырып, жарты стакан су құямыз. Жайлап біртіндеп құямыз. Шыға ма екен пластилин, шықпай ма екен, көрейік. Енді қолмен істейік қалғанын. Кәдімгі тамақ пісіретін тесто сияқты, бірақ өте дозды, сондықтан жеуге болмайды бұны. Өте ащы, жеуге келмейді. Екіге бөліп, 2 түрлі түске бояп көрейік деп жатырмыз. Күлгін түске бояп көрейік, е? Күлгін түсті бояу қостық. Енді араластырып жатырмыз. Қолға қатты жабысыңқырап жатыр. Қазір содалы сумен жуып көреміз. Осындай керемет пластилин шықты. Қазір одан бірдеңелер жасап көрейік, құрастырып. Пластилин сияқты, тіпті қолға жабыспайтын керемет пластилин шықты. Түсі де өте әдемі. Соған біз деген одан да әдемі болсын деп үлеске қосып жатырық. Араластырып жасаңдар. Кім не жасағысы келеді, өздерің соны жасаңдар. Көк түс қосып, жаңағы жасаған тестіміздің көк бояу қосып, көк түсті пластилин жасадық. Көгілдір түсті деп айтсақ болады. Қою көк емес, ашық көк түсті. Мынандай керемет гүл жасады Зияда. Сендерге ұнады ма? Баға беріңдер. Ал Амира мына жерде не жасап жатсың? Виноград. Жүзімді? Мынандай жүзім жасады. Мынау қайық. Қандай керемет әдемі көйлек жасадық, қарандар. Және бұндай браслет пен сақина. Сендерге ұнады ма? Ұнаса лайк басайық. Енді мына көк пластилинге жылтыр қосайық, көк жылтыр. Әдемі болсын. Мынау тақты. Тақтының покрывалы және 2 жастығы. Мынау үй. Достар, қолдан пластилин жасап, ойнауға болады екен. Осылай түрлі бояумен бояп, осылай керемет неше түрлі заттар жасауға болады. Сендермен болған Оргруп каналы. Сау болыңдар.
сау болыңдар.